Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз әлеуметтік желілер мен мессенджерлер. Бүгінгі сабақта желідегі ақпарат алмасудың программалық қосымшаларымен танысамыз. Жобаны бірлесіп орындау үшін мессенджерлерді қалай пайдалануға болатынын білеміз. Төмендегі суреттерде берілген программалық қосымшаларға қандай ортақ атау беруге болады? Сен желіде қандай программалық қосымшаларды пайдаланасың? Бүгінгі қоғамды компьютер, смартфон, интернет, әлеуметтік желісі елестету мүмкін емес. Сондықтан қазір цифрлық қоғамда өмір сүріп жатырмыз деп айтуымызға болады. Цифрлық қоғамға айналуымызға әлеуметтік желілер мен мессенджерлер ерекше ықпал етті. Әлеуметтік желіге тіркелу арқылы өзің туралы деректерді қоюға болады. Сонымен бірге, өзің сияқты тіркелген басқа да желі қолданушыларымен мәтіндік, дыбыстық және бейне ақпарат алмасу мүмкіндігі бар. Бүгінгі таңда Facebook, Instagram, Twitter және ВКонтакте әлеуметтік желілері өте танымал. Мессенджер бір немесе бірнеше адаммен бір уақытта жедел хабар алмасуға арналған арнайы программалық қосымша. Мессенджердің көмегімен мәтіндік, дыбыстық, бейне хабарламалар жіберіп, оны қабылдауға болады. Бүгінгі таңда танымал мессенджерлерге WhatsApp, Telegram, Viber және тағы басқалары жатады. Әлеуметтік желілерді білім саласында қолданудың үлкен пайдасы бар. Бүгінде білім саласында қолданып жүрген күнделік кезет және білім кезет электрондық күнделіктерін әлеуметтік желіге жатқызуға болады. Бұл желілерде мұғалім, ата-ана және оқушы бір-бірімен тілдеседі. Мессенджерлерде бірлесіп жұмыс істеу топтары. Мұғалім оқушыларға сабақтан тыс уақытта бірлесіп орындау үшін жоба береді. Оқушылар жоба туралы қай уақытта пікірлесе алады? Мұндай бірлескен жобалар алдымен WhatsApp, Telegram топтық чаттарында талқыланады. Жұмыс топтары мессенджерде ортақ шешімге келгеннен кейін жобаны орындайды. Осылайша мессенджерлерде тілдесу арқылы белгілі бір тақырыптағы мәселелерді талқылауға болады. Мына тапсырманы орындаймыз. Төменде сауалнама кестесі берілген. Сыныптастарының арасында сауалнама жүргізіп, кестені толтырыңдар. Оқушының пайдаланатын желісіне немесе мессенджеріне плюс таңбасын қойыңдар. Келесі тапсырма. Әлеуметтік желі мен мессенджерлерді салыстырыңдар. Ұқсастығы мен айырмашылығын анықтаңдар. Мысалы, Facebook және WhatsApp. Екеуінің ұқсастығын және айырмашылықтарын жазамыз. Ойланып жауап берейік. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді қандай мақсатта пайдаланасың? Балалар үшін әлеуметтік желі мен мессенджерлерді қолданудың қандай қауіпті жағы бар? Мессенджерлерде бірлесіп жұмыс істеу пайдалы ма? Пікіріңді білдір. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.